соңғы 3 жылда Қазақстанның сыртқы саясаттағы позициясы, ұстанымы күшейді ме, жоқ әлде кері кетті ме деген сұрақ. Қанша жерден осы тепе-теңдігімізді сақтауға тырысқанымызбен гибридтік бір сыртқы саясатқа қарай көштік. Назарбаев қанша жерден қанша жерден екі стандартта болса да, бірақ өз халқына ол үміт сыйлап келген екен. Тәуелсіздікке қарай ірі секіріс жасады. Біздің санамыз үлгерді, өзгеріп үлгерді. Ресей Қазақстанға істерін істеп болды. Деп ойлайсыз? Біз ұйықтап жатқан кезде бәрін істеп болды. Бізде не істейді? Ресей бізге не істей алады? Ештеңе істемейді. Украинамен соғыс қалай аяқталуы мүмкін? Украинамен соғыс менің ойымша 2025 жылы аяқтала бастайды. Трамп келе салып жеңімпаз болады. Путиннің ақырындап рөлінің әлсіреуін күтемін. Түркияның күшеюімен бірге бізде бір жақсы бір процестер болады деп мен өз басым ойлаймын. Сәлем достар, бізде кезекті сұхбат енді жаңа жылдың қорытындысы деп те айтуға болады. Жалпы басқа менің әріптестерім енді жылдың қорытындысын әлеуметтік жағынан, ішкі Қазақстанның жағынан жасай жатар, бірақ мен геосаясатқа кішкене басымдық беруді ұйғардым, өйткені Қазақстан биыл геосаясатта да өзін біршама көрсетті деп айтуға болады. Бізде бүгін қонақта Жанат Момынқұлов, халықаралық сарапшы. Енді сізбен бірге талқылайықшы. Бірінші алдымен биылғы жылды егер сәл ғана қысқаша толықтыратын болсақ, сіз үшін биылғы жыл геосаясатта және біздің Қазақстанның саясатында несімен ерекшеленді? Геосаяси күнтізбе өте толы болды. Қызықты оқиғаларға, геосаяси өзгерістерге ауыз толтырып айтатын үлкен бір жетістіктер деп айтпай қойын, бірақ өзгерістерге толы болды. Мысалы, ақш-тағы сайлау, біздегі АЭС бойынша референдум, және Ресеймен қарым-қатынастарымыз, сонымен қатар Орталық Азия бойынша жанданыстар, түркі әлемі, немесе мысалы айталық Еуропадағы өзгерістер, Еуропамен арадағы біздің байланыстарымыздың артуы. Менің ойымша өте қызық жыл болған сияқты, анализ жасайтын талай оқиғалар бар, қорытынды жасайтын талай оқиғалар болды. ақш-тың сайлауына неге біздің қазақ қоғамы соншалықты қызықты? Өйткені ақш ол бірінші лидер мемлекет, ол жердегі кез келген оқиғаны әлем болып талқылайды. Украинамен тікелей байланысты, өйткені Украинаның болашағы біздің қазақ көрермендерді, біздің халқымызды да ойландырады. Ол жерде болатын нәтижелер, келіссөздер барлығы біздің осы Қазақстанның алдағы геосаяси жағдайына, тіпті ішкі саяси жағдайына да әсер етуі мүмкін. Экономикалық жағы, ақпараттық жағынан ол бізге әсер етпей қоймайды. Сондықтан да біз Қазақстанның осы халқы ретінде осы Байденнің, осы Трамптың екеуінің текетіресін терең талқыладық халық болып. Енді мына өзіңіз білесіз, Америка енді экономикалық алпауыт, оның Орталық Азия мен оның ішінде Қазақстанмен Джексон Веник деген заңы бар. Оны КСРО кезінде кейбір еврейлердің осы ақш-қа шығуына тыйым салғандықтан әлі күнге шейін біздің осы ақш-пен толыққанды экономикалық байланыстарды дамытуға осы кедергі болып отыр. Алдағы жылда осы заңның өзгеруіне байланысты үміттер бар. Енді ақш қауіпсіздік жағынан көптеген мемлекеттерге, аймақтарға гарант береді, кепілдік береді. Біздің сыртқы саясатымызда, көп жақты сыртқы саясатымызда тепе-теңдікті сақтау үшін ақш-тың рөлі өте маңызды. Оның ішінде республикалықтар үнемі осы біздің Қазақстанда жалпы Ақорданы қолдап келеді дегенде сондай пікір бар. Енді қысқаша айтқан кезде бұл біздің мына Батыс Қазақстанда отырған мұнай компанияларда осы ақш-қа тиесілі, және де осы ақш-пен арадағы біздің бұған дейін де 2021 жылға дейін де әскери стратегиялық салада өте терең байланыстарымыз болған. Мына мамандарды дайындау бойынша басқа да соңғы осы кездесу менің ойымша 2021 жылдың 7 желтоқсанында осы Америка әскерилерімен біздің Қазақстанның әскери тарапынан осындай кездесу болды. Енді одан кейін білесіздер, енді қаңтар оқиғасы болып кетті, соғыс басталып кетті. Менің ойымша Американың осындай стратегиялық бағыты біздің осы сыртқы саясатымызда тепе-теңдікті сақтауға бірден бір көмектесетін фактордың бірі. Өйткені екі жағымызда
алпауыт отыр, шығыс авторитарлық режимдері отыр. Бұлардың бізге деген қысымы, бұлардың бізге деген әсерлері, ықпалы зор. Сондықтан да Еуропа одағымен және де Америкамен осындай тепе-теңдікті сақтау, ислам әлемімен тепе-теңдікті сақтау біз үшін өте маңызды болып отыр. Осы жыл осыны айқын көрсетті. Жалпы соңғы 3 жылда бізге деген көзқарас қалай өзгерді? Менің ойымша, осы соңғы 3 жылда орталық Азияның позициясы және ұстанымы екіұдай болған сияқты. Біз мынандай негізгі сұраққа жауап беруіміз керек. Осы соңғы 3 жылда Қазақстанның сыртқы саясаттағы позициясы, ұстанымы күшейді ме, жоқ әлде кері кетті ме деген сұрақ. Орталық Азия деп жатырмыз. Байден алғашқы рет Орталық Азия президенттерінің басын қосып үлкен бір кездесу өткізді. Бұл Орталық Азияға үлкен назардың ауғанын білдіреді. Және де Орталық Азияның Украина соғысынан кейін, әсіресе таяу шығыс оқиғаларынан кейін Орталық Азияның маңызы артып тұр қазір. Бірақ алда бір белгісіздік тұр да. Мысалы Қазақстан, Өзбекстан бар. Бұлар C5+ форматымен әртүрлі әлемнің ірі державаларымен кездесулеріміз өткізіп жатырмыз қазір. Біздің критикалық металдар дейміз, жер байлықтарымызға, әртүрлі энергетикалық қорларымызға қызығушылық ашық түрде артып келеді. Германиямен кездесулер, Франциямен, уранымыз бар, басқа да салалар бойынша стратегиялық осындай қорларымыздың маңызы қазір артып тұр. Тіпті араб елдерінен де осыған қызығушылық бар. Бұның барлығы осы Орталық Азияның әлемдік сахнада рөлінің артып тұрғанын көрсетеді. Ресей мен Украина тмд аймағының ең ірі мемлекеттері қазір әлсіреді. Орталық Азияның рөлі қаласаңыз да, қаламасаңыз да көтеріліп, биіктеп тұр. Бұл тұста Қазақстанның алар орны әрине зор. Бірақ Қазақстанның жағдайы соңғы осы 3 жылдың ішінде екіұдайы гибридтік бір сыртқы саясатқа қарай көштік. Менің ойымша, біздің тәуелсіздігіміз белгілі салаларда артқанымен, бірақ тәуелділігіміз де артты. Яғни екі процесс бір уақытта болып жатыр. Гибрид, аралас. Жаңа айтып өткендей, бұған дейін біз НАТО-мен серіктес болдық, басқа да батыс елдерімен тығыз инвестициялық қарым-қатынаста болып келдік. Соңғы 3 жылдың ішінде Ресеймен және Қытаймен экономикалық қарым-қатынастар күрт артты. Екеуімен де 30 миллиардтан тауар айналымымыз бар. Қытаймен 30 миллиард, Ресеймен 27 миллиард доллар. Осының өзі көрсетіп тұрғандай, біз қазір шығыс елдеріне қарай жылжып кеттік. Біз өкінішке орай осы сыртқы саясатымызда қанша жерден осы тепе-теңдігімізді сақтауға тырысқанымызбен, бәрібір де біз географиямызды алып басқа жаққа көшіп кете алмаймыз. Саяси жағынан да біздің дамуымызға кең қанат жайып, өзіміздің азаматтық қоғамымызды құруға осы төбемізде отырған осы екі мемлекет кедергі болып келеді бәрібір де. Сондықтан да менің ойымша бізге геосаяси қысым болды осы соңғы 3 жылда. Одан кейін де азайған жоқ деп ойлаймын. Мына соңғы 2022 жылғы болған үлкен ірі оқиға біздің тарихымыздағы. Бұл Қазақстанның сыртқы саясатындағы, ішкі саясатындағы, ақпараттық алаңдағы біздің табиғатымызды мүлдем өзгертіп жіберді. Азаматтық қауіпсіздіктен бастап, біздің ақпаратқа деген, бірімізге деген сенімге, ішкі саяси болашағымызға, және де экономикамыздың перспективасына деген көзқарасымызды өзгертті. Біз бұған дейінгі 3 жыл бұрынғы мемлекет емеспіз қазір. Біз терең өзгерістерден өтіп кеттік қазір. Бұл өзгерістер қаншалықты жағымды, қаншалықты жағымсыз, ол бөлек бір анализдің тақырыбы. Бірақ мен өзім айтқандай сондай бір күйге келдік қазір. Біз өзіміздің бойымызда не өтіп жатқанын аңғара алмайтын деңгейге жеттік. Анализ жасай алмаймыз. Біз қазір тәуелсіздігіміз артып жатыр ма? Біздің тәуелсіздігіміз керісінше тәуелсіздігіміз артып жатыр ма? Ол туралы қазір нақты айту өте қиын болып кетті. Гибридтік жағдай деген осы. Сіз жаңа тәуелсіздік деп жатсыз ғой, осы жерде сұрағымды қоя кетейінші. Жалпы тәуелсіздік деген тиянақты ұғым ба? Біз оны қаншалықты түсінеміз кейде тәуелсіздік дегенді? Тәуелсіздік деген өз жерінде суверенді, дербес саясат жүргізуді білдіреді. Яғни сіз өзіңіздің мемлекеттік тіліңізді, өзіңіздің экономикалық ресурстарыңызды, халқыңызды мемлекет ретінде шекарадан бастап экономикалық жүйеге дейін еркін басқаруды білдіреді. Халықтың өзін еркін сезінуін білдіреді. Бұл жағдайда абсолютті мағынада біз тәуелсізбіз деп айта алмаймыз. Формалды түрде, ресми түрде біз тәуелсіз мемлекетпіз. Біздің көп жақты сыртқы саясатымыз бар,
интеграциялық жағдайымыз бар Ресеймен, Қытаймен терең экономикалық байланыстарымыз бар, ислам әлемімен де терең байланыстар бар. Бірақ соған қарамастан біз абсолютті мағынада тәуелсізбіз деп ешқашан айта алмаймыз, ешқашан олай бола алмаймыз да. Біз осы үлкен әлемде, бір үлкен ауылға айналып келе жатқан осындай әлемде бір кіші бір мемлекетпіз негізі. Жер жағынан үлкен болғанымен, бірақ халық жағынан өте кіші, және де мына әлемдік еңбек бөлінісінде, әлемдік экономикада өзіміздің орнымыз кішкентай бір мемлекетпіз. Бәлкім Қазақстанның экономикасы мысалы 1%-ке жететін шығар, бәлкім. Сондықтан да менің ойымша біз Қазақстан қазіргі кезеңде сондай тәуелсіздіктің жаңа бір кезеңіне өттік. Жаңа мен айтып өткенде гибрид реализм деп айтамын мен оны. Неге гибрид? Өйткені аралас. Бір жағынан қарасаң біз тәуелсіздігіміз артып, 20 миллионға халқымыз жетіп, біздің ВВП, ішкі жалпы өніміміз қанша бізде мысалы 200 миллиард доллардың үстінде. Халықтың жағдайы жаман емес сияқты, барлығында да кредит бар, барлығы мысалы қымбаттап жатыр баға. Бәрінің қолында iPhone дейміз. Бәрінің қолында iPhone. Жағдайымыз жаман емес сияқты, бірақ сонымен қатар сырттан бір қысым бар. Ақпараттық қысым, мына оқиғалардың қысымы, Украинадағы жағдай. Біз осы саяси жағынан бір жерде қатып тұрып қалдық. Бірақ геосаяси жағынан да біз қысылып қалдық. Ол қаңтарға апарды. Одан кейінгі жағдайда біз белгісіз жағдайда өмір сүріп жатырмыз. Жаңа айтып өткендей, біз қаншалықты тәуелсіз мемлекетпіз. Өйткені тәуелсіз мемлекет болу үшін сіз өзіңіздің ақпараттық алаңыңызды өзіңіз белгілейсіз. Мемлекеттік тіліңізден бастап қоғамымыздың көңіл күйі, ішкі саяси процестер, тепе-теңдік, барлық топтардың құқықтарының сақталуы, халықтың көңіл күйінің жоғары болуы, патриотизм дейміз ғой, халықтың өзінің мемлекетіне деген сенімі. Өте үлкен мәселе ол сенім. Халықтың сенімі қаншалықты осы мемлекетке қазір артып тұр. КИСИ, президент жанындағы стратегиялық зерттеулер институтының соңғы жақында жариялаған бір зерттеуіне сүйенетін болсақ, халықтың 77% президентті қолдап тұр. 80% осы жалпы саяси бағытымызға риза. Және де 68% оптимизммен қарап отыр дейді. Осы ресми аналитика қаншалықты біздің шынайы қазіргі бүгінгі жағдайымызға сәйкес келеді деген үлкен сұрақ бар. Енді басқа да альтернатив, мысалы, көзқарастар бар. Мысалы, Демоскоп деген тағы бір тәуелсіз Paperlab зерттеу орталығы жақында ғана бір зерттеуін жариялады. Ол жерде біздегі саяси палитра, саяси мозаиканың әртүрлі екенін көрсетіп берді. Арасында мысалы сабырлы либералдар бар, демократтар, олар бір 4/1 бөлігі. Одан кейін жаңағы билікке лоялды топ бар. Олар бір 18-20% делік. Одан кейінгі топтар бар, олар да билікке жақын, билікті қолдайды, бірақ іс жүзінде олар сынайды. Қанша сынағанымен, бірақ іс жүзінде мемлекетті қолдайды. Одан кейінгі топ бар, ұлтшылдар тобы бар. Олар жаңағындай риза емес. Сол сияқты 4-5-6 топқа бөлінген біздің саяси сахнамыз, саяси біздің популяция, халқымыз. Сондықтан да менің ойымша пікірлер әртүрлі. Сіз қай топпен сөйлесіп тұрсыз? Қазақстанның ішіндегі қай әлеуметтік, социалды топтың өкілімен сөйлесіп жатсыз, сол маңызды. Орыс тілді топ бар, олармен сөйлессеңіз, олар Тоқаевтың саясатын қолдайды. Қазақ тілді кейбір топтар бар, ұлтшыл, популист. Олармен сөйлессеңіз, олар айталық Тоқаевтың саясатын қолдамауы мүмкін. Көп, басым бөлігі. Немесе орта бір топ бар, демократтар деген, олар сыни көзқарас. Немесе лоялисттер бар, мысалы айталық осы мемлекеттің рөлін сақталғанын жалпы қолдайтын көпшілік. Менің өзімнің көзқарасым бойынша ақиқат әр уақытта ортада. Осы екеуінің ортасында, яғни ресми көзқарас әр уақытта бейресми көзқарастан басқаша болады. Біздің сезіп отырғанымыз, біздің көріп отырғанымыз басқаша шын өмірде. Бірақ біздің енді шын айту керек, біздің мына аналитика мектебі, олар екі жағдайда жұмыс жасайды. Біріншісі олар енді әрине ақпараттық алаңға, президентке басқа ақпаратты беруі мүмкін, мысалы. Ал енді шынайы жағдайды олар басқа каналдар арқылы беріп отырады. Және не үшін қажет ол? Айталық, Қазақстанда әртүрлі облыстар бар. Ұлттық құрылымы жағынан, экономикалық жағынан әртүрлі. Олар, аналитиктеріміз, шынайы жағдай көріп отыр. Ол ақпарат жабық, ол ақпарат құпия.
оны біз көре алмаймыз. Сол ақпарат бойынша шынайы ситуация, міне кризис болайын деп жатыр, жарылайын деп жатыр мына жер, ұлттық мәселе, экономикалық мәселе, немесе басқа инфраструктуралық мәселе жақында кризиске алып келу деген болжамдар бар. Оны мысалы жаңағы шешім қабылдаушы жоғарғы саясаткерлерге береді. Олар соған қарай шешім қабылдайды. Ал жалпы ақпараттық алаңда енді бізді халықаралық салада көріп отыр ғой. Көрші елдерімізді көріп отыр. Оларға мысалы іштегі жағдай бәрі тұрақты, барлығы жақсы деген ақпаратты беруге мәжбүр. Өзіңіз қарап отырғандай, қазіргі ақпараттық заманда ақпараттың өзі күнде өзгереді, және де сіз аудиторияңызға қарай ақпаратты бересіз. Солай болып тұр. Енді осы жерден үлкен тақырыпқа көшейікші. Жаңа сіз айттыңыз ғой, біз гибридтік жағдайда жүрміз деп. Бірақ осы гибридтік жағдайға бізді мәжбүрлеп жатқан көршіміз сияқты көрінеді. Қазір ойым толық айтсам, өйткені біз биыл шыны керек Ресей бізге тым жақындап кетті. Өте жақын келді. Тіпті біздің ішкі тарихты қалай жазуымыз керек, қазір орыс тілін қолдауды халықаралық деңгейде біз оларды қолдауымыз керек деген сияқты ішкі мәселемізге дейін кірісіп кетті. Бұл қаншалықты қауіпті? Бірақ біздің депутаттар айтады, бұл жай ғана аюды алдаусырап отыру амалы, қорықпаңдар дегенді айтады. Сіз бұдан күдіктенесіз бе? Қаншалықты қауіпті Ресейдің жақын келуі? Әрине 7000 километр бар, оны ешқайда асырып тастай алмаймыз дегенмен. Қараңыз, менің ойымша Ресеймен қарым-қатынастарымыз әр уақытта да жақын болатын түрі бар. Өйткені ол біздің көршіміз, 7000 километр дедік. Біз Ресейден алысқа кетіп қалған жоқпыз. 30 жылдық тәуелсіздік ішінде Ресейде күрделі процесстер, Шешенстан соғысы басталған кезде Назарбаев 95 жылмен Путиннің күшеюіне дейін айталық, Мюнхен баяндамасына дейін 2007 жыл десек, 2008 жылы Грузияны басып алды, 2010 жылы біз кедендік одаққа кірдік, 2014 жылы Евразиялық одаққа кірдік. Осы араға дейін Назарбаев қанша жерден қанша жерден екі стандартта болса да, бірақ өз халқына ол үміт сыйлап келген екен. Қазіргі анализ сондай көрсетіп тұр ма? Менің өзімнің анализім сол. Ол кісі уақытты созып, бізге осы тәуелсізбіз деп, сол арада мен айтқан кезеңде тәуелсіздікке қарай ірі секіріс жасады. Біздің санамыз үлгерді, өзгеріп үлгерді. Алматыда біз студент кезде 90 жылдардың аяғында, 2000 жылдардың басында реал оппозиция болды, партиялар болды. Шынайы саяси плюрализмнің шетін көрдік, иісі мұрнымызға барды. Ал енді қазір сондайды біз сезбейміз. Назарбаевтың жаман жағы көп, бірақ сонымен қатар біз оның жақсы жағында айтуға мәжбүрміз. Өйткені тарихты сіз сызып тастай алмайсыз, өзіңіз отырған ағашты кесіп тастай алмайсыз. Сондықтан да Назарбаев бұл үлкен геосаяси феномен ретінде әлі де оның ықпалы біздің саясатта отыр. Ол кісінің қолында үлкен тетіктер әлі бар, ақпараттық тетік бар. Ол кісінің қолында әлі де байлық бар. Сондықтан да ол бәрібір де осы ішкі саясатқа тепе-теңдікке әсер етіп отыр деп мен ойлаймын. Сұрақ қандай еді жаңағы? Жаңағы біз неге тым Ресейді жақындатып алдық деген сұрақ қой негізгісі. Енді Евразиялық одаққа қосылғаннан кейін бізде қымбатшылық арта түсті. Біздің тәуелділігіміз Ресейге деген экономикалық жағынан, әсіресе біздің ішкі тауарларды Ресейдің нарқына шығару, бүкіл сөрелеріміз, магазиндеріміз барлығы, дүкендеріміз Ресейдің, Беларусьтың тауарларына толып кетті. Оған қоса мына соғыстармен бірге, Украинадағы 2 соғыс болды, бізге деген қысым күшейді. Пандемия бар, басқа да оқиғалармен осылардың барлығы айналып келген кезде сол қаңтар қалып келді. Жарылды. Мен ойламаймын, осы алғашқы президент пен осы екінші президенттің арасында үлкен бір кикілжің бар деп мен сенбеймін. Екеуі бірігіп істеп отыр ма бәрін? Екеуінің арасында белгілі мағынада тартыс болуы мүмкін, бірақ шынайы жағдайда, менің ойымша, шынайы бір конфликт олардың алдында болған жоқ деп мен ойлаймын. Өйткені бірінші президенттің қолында жаңа айтып өткендей өте үлкен ақпарат бар, рычаг әлі де бар. Сондықтан да реваншистер деп кейбір депутаттарымыз айтып жүр ғой. Ол менің ойымша дақпырт. Оған мен өз жеке басым сенбеймін. Бізді алдау ма? Алдау ма, алдау емес пе білмеймін, бірақ менің ойымша біз әлі де сол Қазақстанда өмір сүріп келе жатырмыз. Бәлкім жағдай басқаша сипат алуы мүмкін. Ресеймен етене жақындасып кеттік.
соңғы 3 жылдың ішінде бізде Ресейдің ықпалы артып кетті. Қаңтар оқиғаларынан кейін Ресейдің ықпалы күрт артты. Біз неге гибрид жағдай деп отырмыз? Өйткені Белоруссия мен Ресейдің арасында союзное государство бар. Біз Еуразиялық одақ туралы көп айтатынбыз. Сонымен Ресейді шектеуге тырыстық, бірақ дәл қазір біз отанда өтіп, отанда жақын бір қарым-қатынасқа өттік деп айтуға болады. Өкінішке орай. Өтпедік дейтін болсаңыздар, маған дәлелін айтсын. АЭС-ті қабылдадық мысалы. Сонымен қатар Ресейдің бүкіл компанияларына мүмкіндік бердік, аштық. Ресейдің компанияларының саны айталық қанша, 17 мың бет бұрындары, қазір енді 25 мың, 30 мыңға кетіп баратыр мысалы. Бүкіл релокант компаниялар бізге келіп отыр. Нарық ашылды. Турлов сияқты мысалы Ресейдің байлары келіп, бізде мысалы қазақстандық форматқа көшіп, ішкі жағынан мысалы саясатқа әсер етіп жатыр. Сол сияқты мен айтар едім, санкциялардың да ықпалы бізге әсер етті. Осы бір жағынан Ресейге көмек болып отырғанымыз осы санкциялардан қашып Ресейге үлкен бір көмекші болып отырмыз. Енді ашық айтқан кезде енді Ресейдің ықпалы азайды деген анализдерді көп айтамыз. Бірақ халықтың арасында азайды. Мысалы, деколонизация процесі, отарсыздану процесі. Украина соғысынан кейін біздің халық кімнің кім екенін анық көрді. Ресейдің қаншалықты қауіпті екенін, Ресейдің қаншалықты өте қиын партнер екенін көрді. Бірақ Ресейдің ерекшелігі сондай, ол әртүрлі мемлекеттермен, Қытайда сондай, саяси элитасымен жұмыс жасайды. Саяси элитасымен келісімге келеді. Сол екі жақты келісімнің нәтижесінде олар өздерінің саясаттарын жүргізеді. Ал енді жергілікті билік халықпен оны көндіру, оны көңілін алдау, басқа да ақпараттық операцияларды ол өзі жасайды. Сонда менің ойымша ең жоғарғы деңгейде келісім бар, яғни Ресеймен етене жақын келіссөздер жүріп отыр. Бірақ енді сонымен қатар біз мынаны ұмытпауымыз керек. Біздің енді мемлекеттік органдар, әртүрлі органдар, бұларды да түсінуге болады. Олар Ресейдің әртүрлі осындай ықпалына төтеп беруге де мәжбүр. Мысалы, жаңағы кеше Путин келген кезде арқасынан қағып, Ваше Величество деп алдап қою, астына көпшік қою, немесе мысалы бір уәделерді айту деген сияқты. Енді Ресей өзіңіз жаңа айтып өткендей, тарихқа да араласа бастады мысалы. Оған енді қазір қариндер жауап берді, біз енді тарихты өзіміз жазып жатырмыз деп. Бірақ мәселе басталды ғой. Оны сөзге тиек етіп айтты ғой. Казгуда өткізді, одан басқа да жерлерде мысалы конференциялар өткізді. Оның басы бар. Ресейдің қысқаша айтқан кезде біздің тарихымыздағы біздің халықты үрейлендіріп тұрған, әсіресе соңғы 3 жылда Украина соғысымен бірге қайта дүрлігіп кеткен осындай ұлттық сананы басу. Өйткені біздің бойымыздағы, тарихымыздағы үлкен травмалар солар оянып кетті қайттан. Олар оянып кетті. Соны бір жағы басу үшін қатты көтермек бұл мәселені. Жігіттер қатты айтпай-ақ қояқшы. Ол мәселелерді ортақ бір келісерміз, ол мәселені әлі талқылаймыз деген сияқты бір позициясы ма деп мен ойлаймын. Әрине біздің енді жаңа 7 томдығымыз жазылып жатыр деп айтып жатыр. Соңында қарсаңында енді шығады ғой жақында. Соңында қарсаңында енді қатты не қылмаңдар деген сияқты сөзде болуы мүмкін деп мен ойлаймын. Тарихты бұрмалауға ешқашан жол жоқ. Тарих қалай болды, ол солай қабылдану керек. Менің ойымша енді Ресейдің осындай танымдық салада, білім саласы, жаңағы сіз айтып өткендей, мына тарих мәселесі, мектептер бар. Мысалы, оңтүстікте 3 орыс тілді мектеп ашайын деп жатыр, орыс мектебін ашайын деп жатыр. Отарлау ылғи мектеп арқылы келеді. Сананы өзгерту, елдің болашағы жастар. Осы жастардың осы мектептерді ешкімге беріп қоймау керек. Мейлі Қытай, мейлі Ресейге. Өйткені бұл біздің болашағымыз. Қазақстанның осы жақсы қалыптасып қалған осы мемлекеттік, осы мектеп жүйесі, университеттер жүйесін біз ешкімге бермеуіміз керек, ешкім жолатпауымыз керек деп мен ойлаймын. Әрине енді филиалдар, басқалар енді ашыла береді, ол енді білім процесі, бірақ менің ойымша бұл салаға өте сақ болған дұрыс деп ойлаймын. Стратегиялық сала, білім деген. Сана, таным, бұған ешкім жолатуға болмайды. Сіз Ресейден бізге шын қауіп бар деп ойлайсыз ба? Өйткені соңғы Путиннің жазған өздерінде берген пресс-конференциясын көргенде шығарсыз. Ол жерде соғыс, ол кәдімгі движуха деп айтып отыр ғой. Яғни біз движухасыз ешқашан өмір сүре алмаймыз. Біз тыныштық болатын болса, бізге сол керек болады.
мына соғыстан кейін де олар бір тыныштықтан кейін қайтадан движуха алса бізге келмей ма қауіп деген бар да? Менің ойымша Ресей Қазақстанға істерін істеп болды деп ойлайсыз ба? Біз ұйықтап жатқан кезде бәрін істеп қойды. Өйткені алмаған саласы қалмады, барлық жерге кірді, алатын алды. Бізден не істейді ол? Ресей бізге не істей алады? Ештеңе істемейді. Әлемде 9-шы орын, ірі мемлекетпіз. Оның қай жерін сен аласың? Алудың да қажет жоқ. Алудың қажет жоқ. Спутниктік жүйеден бастап қадағалаудың. Және де интернет, кибер кеңістік жаңағы соңғы жылдары мошенниктер қаптап кетті ғой. Әрбір ұйымдарға жеке-жеке кіріп, барлығының жаңағындай WhatsApp-тарына кірді мысалы да, жарып. Енді жақында ғана өткен апта ФСБ Ресейде үлкен бір офис ұстады. Қолдарында болса соны бұрын ұстамай ма? Неге қазір ұстап отыр мысалы? Және сонымен қатар енді қазір кеше Путин келген кезде де айтты, Қазақстанның тұтастығына байланысты біз ондай неміз жоқ. Бұдан кейін енді орыстардың көбісі енді бұл салада айтпайтын шығармыз деп қалды. Бірақ Путин екі сөйлейді ғой. Ол енді екі сөйлейді, әрине ол енді қайтадан рецидив болады. Путиннің жаңа движуха деп отырғаны ол империя идеясы. Осы империя идеясы өлген жоқ. Империя идеясы осы орыс халқын біріктіріп отыр. Ресей халқының ұлттық идеясы қандай десеңіз, ол империя. Ол ұлы мемлекет, алпауыт мемлекет. Сондықтан да оның қаупі әр уақытта болады, бірақ мен әскери бір қауіп болады деп мен ойламаймын. Өйткені айтып өткендей, қазір міндетті түрде мемлекет жабу болудың қажеті жоқ. Оның басқа да құралдары бар. Экономикалық, ақпараттық, кибер, басқа салалар бойынша сіз егер ақпаратына ие болып отырсаңыз мемлекеттің, сізге басқа ондай қадамға жасаудың ешқандай қажеті жоқ. Оның үстіне біз ОДК-ның ішінде отырмыз, оның үстіне біз Еуразиялық одақта отырмыз. Біз сырттан қарайықшы, сырттан қараған кезде, әлемдік тұрғыдан қараған кезде Қазақстан осы Ресейге кіріккен мемлекет. Еуразиялық одақ. Егер Украинамен салыстырсақ, иә? Украинамен салыстыруға болмайды. Бізді салыстыруға болмайды ма? Мүлдем? Бізді Беларусьмен салыстырасыз. Бізді Өзбекстанмен салыстырасыз. Бізді Грузиямен салыстырасыз. Енді шын ғой, айтып отқаным енді үлкен шекарамыз бар. Одақта отырмыз, ауыртпалығын көріп жатырмыз. Бүкіл қымбатшылығы бар, басқасы бар, бәрін импорттап жатырмыз ішке қарай. Шыдап жүрміз, шыдап жатырмыз да, шыдаймыз да. Бірақ осы қашанға дейін жалғасады деген сұрақта, мысалы, халыққа ол салмақ қой. Халықтың қалтасына салмақ. Осыны мысалы неге біз ертерек ойламады, неге мысалы Назарбаев ертерек ойламады осыны деген сұрақтар болады. Бірақ біз алданбауымыз керек. КСРО деген алпауыт КГБ мемлекеті әлемді дүрліктіріп қорқытып отырған. Сол мемлекет ыдырағаннан кейін біз Ресейден қайттан айтайын алысқа кетіп қалған жоқпыз. Біз бәрібір сол кеден одаққа оралдық, Еуразиялық одаққа оралдық. Бірақ бұл тұста енді Назарбаевтың белгілі кінәлары болуы мүмкін. Бірақ менің ойымша ол жаңа айтып өткенде уақыт созып белгілі уақытқа дейін бізге бір тәуелсіздіктің бір үмітін сыйлап келді. Тәуелсіздік романтизмі болды кезінде. Эйфориясы болды. Қазір жоқ па одан? Қазір жоқ. Мүлдем жоқ па? Қазір ондай сезім жоқ. Өйткені уақыт өзгерді. Өйткені бағанағыдай мен айтқан үлкен маркер оқиғалар болды. Мысалы, осы Pepper Lab'тың бір зерттеуі бар. Мен оған Fox тобына қатысқам сарапшы ретінде. 2021 жылдың аяғында олар соцопрос жасады. Әлеуметтік желіде үлкен бір зерттеу жасады. Ол жерде біз сарапшы ретінде қатыстық. Ол жерде негізгі айтылған идея ол кезде қаңтар болған жоқ. Соның алдында ғана. Ол кезде біз айттық, негізгі маркерлер ол Жаңаөзен оқиғасы болды дедік. Ал Жаңаөзен оқиғасында дейін қандай маркер болуы мүмкін? Ол тәуелсіздіктің жариялануы және оның алдындағы желтоқсан. Сонда қарап отырсаң, бұлар қайталанып тұр, бір цикл. Басымыздан осындай өтіп жататын және біз құтыла алмай келе жатқан бір қарғыс. Басымызда тұр әлі. Одан құтылдық деп толық айта аламыз ба? Ол да өз алдына сұрақ. Өйткені біз негізгі проблема ол саяси дербестік. Іште теңдікті қамтамасыз ету, әділ сайлаулар сияқты мәселелерде біз алысқа кете алмадық, кете алмаймыз да. Өйткені біздің таңдауымыз абсолютті емес. Абсолют таңдау жасай алмаймыз. Біздік шектеулі, салыстырмалы түрде қатысты бір жағдайда ғана жасайтын таңдауымыз бар.
Мысалы Тоқаевтың осы реформалары 2022 жылғы одан кейінгі реформалары жасалды, бүкіл әлемде СМИде шықты, медиада мақтады, беделді өсті. Бірақ шын саяси біздің ашықтығымызға келген кезде жағдай қаншалықты өзгерді деп сарапшылардың өзіне сұрасаңыз, аналитиктерінің өзіне сұрасаңыз, олар, мен ойламаймын, олар осы өзгерді деп айтпайды 100% сенімдікпен айтылады деп ойламаймын. Өйткені уақытты ұту, уақытты созу, халықты тыныштандыру, бірте-бірте келе жатырмыз әрине. Қариннің айтып отқан реформалары бірте-бірте келе жатқан шығармыз. Бәлкі белгілі бір формалды түрде қалыптасып жатыр. Жаңағы мажоритарлы жүйе дейміз, парламентке кейбір тұлғалар келді. Бір көп жақты бір осындай бір плюрализмнің бір шеті шығып келе жатыр. Бірақ ол саясат туралы көп айтамыз, бірақ саясатты жасамаймыз да. Қандай партиялар бар мысалы саясатты жасап жатқан? Осы мысалы қараңыз. Бізде оппозиция болды дедім ғой Алматыда. Олар жақсы шығып келе жатты, бірақ одан кейін Алтынбек Сәрсенбаевтар, басқалар не болғанын білеміз. Немен аяқталғанын да білеміз. Бұл енді Назарбаевтың қатесі болды. Бірақ Назарбаевтың бір жақсы жері, ол соларға мүмкіндік берді. 2000 жылдардың ортасына дейін, 2006-2005 жылдарға дейін мүмкіндік берді. Бірақ олар пайдалана алмады ма? Оппозиция күшейді. Бірақ бізде оппозиция өкінішке орай сол кездерде біз қатты кетіп қалдық. Қатты кеткенде біз тек қана негативке кетіп қалдық. Сынау, тек қана жаманды айту. Ол қазірде бар ғой мысалы. Халықтың белгілі бір бөлігінде сонда наразылық бар. Яғни бір нәрсе айтатын болсаңыз, сізді жұлып жейді. Мысалы біз қазір сұхбат беріп отырмыз, осының астында мені жұлып жейтін талай комментарийлер көбейетініне мен сенімдімін. Сондықтан да әртүрлі топтар бар, әртүрлі қоғамдық ішінде топтар бар. Ұлтшылдар бар, популисттер бар, оларға жақпай қалады, орыс тілділер бар, нейтралдар бар, лоялисттер бар, мемлекетке, осы мемлекетшілдікке берік азаматтар бар. Сондықтан да біз осы ойларымызды ашық айтуға қорықпауымыз керек. Ашық айтқаннан біз ыдырап кетпейміз. Мысалы КСРО неден ыдырады? Гласность болып, адамдар ойларын ашық айта бастағаннан ыдырап кетті негізі. Сол сияқты егер сіз жапсаңыз, ол халықтың аузындағы әңгіме бір күні бәрібір шығады, белгілі формада ол бәрібір айтылады. Сондықтан да менің ойымша біз саясаттан қорықпауымыз керек. Саясатты ашық айтуымыз керек. Саясаттың өркениетті күресу, топтасу, бірігу, бәсекелесу жолдарына қарай өтуіміз керек. Егер бұлай болмаған жағдайда бізде тағы бір жарылыстар болуы мүмкін. Өйткені сіз қаншалықты гибрид түрде өзіңіздің халқыңызды бір бұрышқа тығып қойып, белгілі бір саяси ойындармен ойната аласыз. Мысалы Жигули мысалы соңғы кезде сол үлкен бір не болды? Кандидат болды мысалы президенттікке. Сарабаевты айтасыз ғой. Иә, енді атын ұмытып қалдық қой. Мысалы сондай жағдай ғой. Неге мысалы кішкене ерік бермеске? Неге жаңа тұлғалардың шығып айтсын, программасын ұсынсын, мемлекетте программасын ұсынады? Неге қорқамыз? Неге қорқады? Осы қорыққаннан болды осы қаңтар оқиғалары. Қорыққаннан болды ғой. Сондықтан да менің ойымша біз кішкене ашық формаға қарай өтуіміз керек. Одан қорқудың ештеңе жоқ. Тіпті мен былай деп айтар едім. Жаңа Ақордада айтамын да. Бір партияны шығарсын. Оның әрекетін шектесін. 20%-ға дейін дауыс алсыншы. 30%. Сонда қимайды ғой. Енді 20% тез билік 60% алсын. 60%, 50% алсын, анау 30% алсын мысалы, 20% алсын. Оны да қолынан ұйымдастыруға шамалар келеді ғой. Ұйымдастырып та жатыр ғой. Одан да зорын. Соңғы 4 жылдың ішінде Қазақстанда 2 сайлау болды, 2 референдум болды. Біз Қазақстан саясатта супер мемлекетке айналдық қой, негізі. Бәрі өтіп жатыр, бәрі керемет мысалы да. Бірақ шынында солай ма? Әрине, халықты тәрбиелеу, мысалы, президенттің жолдауларынан бастап, ұлттық құрылтайдан бастап, мысалы, насыбай мәселелеріне дейін көтерілді. Ол мысалы жаңағы спичрайтерлерге сын, өйткені ол сіз сол айта отырып, халықтың деңгейіне жоқ, нұсқап отыр. Сенің орның міне деп отыр ғой енді. Бірақ енді біздің халықтың ішіне қарайықшы. Әлеуметтік желіде бір нәрсе жазсаң, немесе бір ютубта бір нәрсе жазсаң, халық өте бөлінген, және де лезде негатив токсикке кетіп қаламыз. Қатты ащы нәрселерге кетіп қаламыз. Ал енді осы нәрсе, сонда халқың әлі демократияға дайын емес, халықтың жағдайын көріп отырсыңдар, надан, ашушаң деп айтуға сылтау емес пе, себеп емес пе? Сіздің түсінігіңізде демократия деген не? Демократия деген ол халық, халықтың билігі. Демократия дегеніміз ол теңдік,
ашықтық, еркіндік, ол халықтың өзін еркін сезінуі. А демократияның өзі хаос болмай ма? Демократия хаос болады деген ол біздің политтехнологтардың ертегісі. Әрине, олардың қорқатыны Ресей мен Қытай ғой. Бізде араласып кете ма, не болып кете ма деп мысалы. Бірақ менің ойымша ол жерде экономикалық мүдделер жатқан сияқты. Егер ашық біз мемлекетке айналатын болсақ, теңдік, әділ сайлаулар болатын болса, енді қазіргіден әділ сайлауды айтып тұрмын мен. Ол жағдайда не болады мысалы? Ол жағдайда ашық бәсеке болады. Қозғалыс басталады. Қан жүгіреді. Біздің түсіміз өзгереді. Біздің ұлт ретінде сипатымыз өзгереді. Біз сезіне бастаймыз болып жатқан процестерді. Біз неге қазір гибрид болып отырмыз? Біз неге сезінбей жатырмыз? Не болып жатқанын? Өйткені біз үшін бәрін шешіп жатыр. Ал енді шынайы саясатқа келетін болсақ, бәріміз белсенді болып, белгілі бір принциптерге келісуіміз керек. Мысалы, Дархан Әбдіктің кейбір сөзін қатты сынады. Мен көптеген ойларын қолдадым. Әрине, ол да енді ұлтшылға жатады. Бірақ ол да шошқа тағалап жүрген адам емес. Оның айтқаны, мысалы, бізді Шыңғыс хан келіп біріктірмейді. Бізді терең тарих біріктірмейді. Қанымыз біріктірмейді. Ұруымыз біріктірмейді. Бізді біріктіретін нәрсе саяси, экономикалық мүдделер. Яғни, теңдік болатын болса, ашықтық болатын болса, қандай жақсы болар еді мысалы. Ал енді біздің қазіргі мына саяси жүйеміз біздің жұмсақ авторитар жүйесі. Назарбаевтың кезінде жұмсақ авторитарлық жүйе деді, просвещенный авторитаризм деді. Қазір гибрид деп айтуға болады. Тағы да сол сөзді қолдануға мәжбүрмін. Өйткені негізгі сөздің мағынасын ашып тұрған сияқты. Яғни, енді гибридтің қазақша атауы құйтырқы. А тоталитарлық жүйе мен авторитарлық жүйенің негізгі айырмашылығы не? Тоталитарлық жүйе совет үкіметі. Ол сен іштеңкені не уайымдама, мен сен үшін мен шешемін. Жоқ, ол басып жаншитын репрессиялық жүйе. Одан Құдай сақтасын, одан кеттік біз. Бірақ соның сарқыншақтары бар ғой, бәрі авторитарлық жүйеде. Авторитарлық деп отырғанымыз билік белгілі бір кісілердің қолында, және оны олар ешкіммен бөліспейді деген сөз. Халық үшін шешім солар қабылдайды. Иә, олар бәрі сайлаулар, басқасы бар, олар өздері шешеді бәрін. Мейлі, олай бола берсін ғой. Мысалы қараңыз, Сингапур, Оңтүстік Корея, Түркия алғашқы дамуының 30-40 жылдарында авторитарлы, тіпті диктатураға дейін барған кездер болды. Сингапур мемлекеті әлі күнге дейін авторитарлы. Неге Назарбаев бізге даму үлгі ретінде Сингапурды таңдады? Біріншіден, ол жерде оларда халқы бірнеше ұлттан құралған, мұсылмандар бар, қытайлар бар, бірақ авторитарлы мемлекет болған үшін, және әлемде ең мықты мемлекетке айналып кетті. Соны қайталамақшы болды. Ал енді ол жағдай біздің қазақтың табиғатына жат, менің ойымша. Авторитарлы жүйе біздің табиғатымызға жат. Өйткені біз қазақтар бір орталыққа бағынбаған руларымыз ғой негізі. Советтік кезеңде ғана бәріміздің басымызды қосты, күшпен, қанмен қосты. Бір ұлт болып қалыптасып қалдық, жасанды ұлт ретінде. Оғанға дейін басқа ұлт болдық, енді қазір совет қазақ ұлты болдық қой. Енді осы совет шекпенінен шыққаннан кейін біз қысылып қалдық бәрібірде. Буынның ауысуымен өзгереді. Қазір жастар тыңдап қарасаңыз, өте нейтралды. Мысалы, мен кезіргі айтып отқан нәрселеріме келіспеуі мүмкін қазір жастар. Өйткені олардың арасында тіпті қазіргі айтып отқан авторитарлы режимді қолдайтын адамдар бар. Олар демократияның өзіне, мысалы, біздің ұлттық жүйемізге қарай қалай келе ма, келмей ма деген сияқты, мысалы, бағытқа қарай кетіп бара жатыр мысалы да. Ал біздің миллениалдар, біздің өскен 90-шы жылдарды көрген, тәуелсіздіктің романтизмін көрген, алғашқы оппозициялардың иісін сезген, соларға қызыққан, кезінде оқыған мысалы да. Біздің 80-ші жылдардың, 90-ші жылдардың енді деп айтайық, буындары, бұл біз плюрализмге жақынбыз да негізі көбінесе. Ал енді қазір жастарды ие болмасақ, оларға саясатты дұрыстап үйретпесек, олар кейін сол цифрлық авторитарлық режимге мысалы мойынсынуы мүмкін. Неге? Өйткені тәртіп бар, жылы үйде, жылы жұмысына барады, интернет істеп тұр, жалақысын алып жатыр. Уайымдайғы жоқ. Тәртіп Қытайда да сондай ғой, мысалы. Бәрі камерамен ашық, бәрі кім не істеп жатқанын көріп тұрсын. Одан артық не керек деп, мысалы, сондай системаға кетіп қалуы мүмкін да. Бұл Қытайдың болашақ ықпалы. Қытайлық жүйенің болашақ ықпалы, цифрлық диктатура деген. Одан Құдай сақтасын, әрине. Біз ақырындап соған келе ме деген кейбір уайымдар бар менде. Алдағы 30-50 жылда оған бармасымызға ешкім кепіл бере алмайды. Сондықтан да ұзақ мерзімде қауіп енді Қытайдан деп айтатын мен. Бірақ бармас үшін не істеуіміз керек? Бармас үшін біз айтып өткендей ашық, мына сайлаудың ашықтығын, күштердің тепе-теңдігі. Мемлекеттің ішінде күштер көп болу керек. Сенат, парламент, ақорда, министрліктер, азаматтық қоғам, компаниялар, квази барлығында белгілі бір бөліністер болу керек, билікті. Олар өз ара өркениетті түрде, мәдени түрде бәсекелесуді үйрену керек.
олар үйренбесе халық жабайы болып, А сіздің саясатта үйреніп жабайы жатыр ма? болып, бір-бірімен қырылысып, бетін жыртып, сөйтіп жүре береді. А сіздіңше үйреніп жатыр ма қазір? Менің ойымша біз именно осы саяси мәдениетте біз әлі алар жолымыз бар. Және ол халықты дүріктіре берсең, Шерзат оқиғалары сияқты, басқа да Бишімбаев сияқты оқиғалармен, басқа да оқиғалармен мысалы дүріктіре берсеңіз, Қаңтар сияқты оқиғалармен халқыңыз сіздің жастық болып қалады. Енді бұл жерде қайшылық бар. Мен сізге айтайын дегенім, жаңа ұлттық құрылтайда айтылған сөздер, жаңа Насыбайға байланысты, адал азамат, халықтың тәртібі, мәдениеті деген сияқты. Бұлар қазір бүйтіп өстіп халықты бір тәрбиелеп жатқан сияқты да негізі. Халық сен өзің кінәлісің, өзің надансың әлі, өзің өсіп алып, өзің мәдени деңгейің төмен деген сияқты. Ана балаларға айтады ғой мысалы. Былай ғой, мен сізге былай образ түрде айтайын. Сіз мысалы баланың бетінен қатты шапалақпен тартып жіберіп, одан кейін жаным деп бауырыңызға бассаңыз, оның реніші кете ма? Жоқ. Кетпейді. Сол сияқты осы соңғы оқиғалар, ірі оқиға ана айтқан, олар енді үлкен бір соққы болды, арқамызға қадалған қанжар болды. Бұның әсерлері әлі де бойымызда бар, әлі ұмытқан жоқпыз, әлі де мысалы бұл туралы айта береді. Өйткені ол туралы ашық айтып, кімнің кім екенін, кінәлі екенін, қалай екенін айтпайынша бұл өте қиын оқиға. Енді осы жерден сұрақ қойыншы, мына сұрақ туындап тұр да. Енді бұйырса 5 жылдан кейін Тоқаевтың мерзімі бітеді. Өзінің конституцияны бекітіп кеткен бойынша. Келесі президент дайындалып жатыр ма, әлде жоқ біздің ортамыздан шығу керек пе? Сіз қаншалықты осы теорияға сенесіз? Әлде біз сол мына жүйені көрген адам, соны дайындалып жатыр ғой бір адам. Сол келе Енді ол мемлекеттің ішінен шығады ғой. Мен сізге былай деп айтайын. Назарбаевтың кезінде де, одан кейін де, қаңтарды алмаған кезде осы Қазақстанда мемлекеттік органдардың рұқсатынсыз шыбын ұшпайды. Негізі. Ондай оқиғалар болу үшін, сіз оны айтпаймын, бір ЧП болу үшін мына жерде бәрі контрольді. Өйткені авторитарлы мемлекет, бәрі сақадай сай, дайын тұр бәрі. ОДКБ-ға босқа кірген жоқпыз ғой. Сондықтан да менің ойымша бәрі сақадай сай ол жағынан. Ал енді осындай оқиғаларға жол беріп қойған біздің мемлекет. Осыдан кейін кімсің сен деген сұрақ туындайды да. Сен осыдан кейін кімсің? Ұмытылмас оқиғалар, өкінішке орай, өте қатты оқиғалар. Сондықтан да менің ойымша біз бұдан да өтеріміз, бұны да ұмытармыз деп айта алмаймын, ұмытпаймыз. Бірақ уақыт өте келе дұрыстау соның құны ретінде, егер осы 5 жылда бізге сондай бір теңгерімді, халық өзін еркін сезінетін, өзін шеттетілген сезінбейтін сондай бір жүйені құрып беретін болса, ол жағдайда біз оны ұмытып, кешіріп, жаңа бір кезеңге аяқ басамыз да, біздің жабылмаған гештальттарымыз көбейіп жатыр. Жабылмаған гештальттарымыз көбейіп жатыр, травмаларымыз көбейіп жатыр. Жаңаөзен, желтоқсан дедік, анау дедік, оның ешқайсысы мысалы ақиқат ашылмай келе жатыр, үсті-үстіне жиналып жатыр, қордаланып жатыр. Бір жағынан қарасаң, бетін бәрін, үстін бәрін жуып шайып, біз қазір күшті болдық, жаңа Қазақстанбыз деп айта салу әрине оңай. Бірақ мен сізге былай деп айтайын, ешкім кінәсіз емес. Осындай соңғы жылдарда болған осы оқиғалар ешкім кінәсіз емес. Енді жарайды, оны қояйықшы. Ол енді менің жеке травмамда болуы мүмкін, басқа да нәрсе, бірақ мен солай қабылдадым оны. Содан кейін солай айтып отырмын. Ал енді жаңа сыртқы саясатқа келсек, біз енді тепе-тең сақтауға тырысып жатырмыз. Енді мемлекеттің позициясын түсінуге тырысайықшы сізбен бірге. Қариннің позициясын деп айтайық. Мемлекетті ұстап тұру оңай емес. Оның үстіне қасында анандай екі алпауыт тұрса, және де халықтың да енді жаңа айтып жатыр ғой, өздері де саяси жағынан біз әлі жетілген жоқпыз, дайын емеспіз деген сөзді қайта-қайта айта береді мысалы. Бізге бәлкім білмейтін ақпараттар бар шығар. Бірақ солай дей келе халықтан үмітті ешқашан ұрламау керек. Халықтың үміті болды. 90 жылдарда болды, 2000 жылдарда болды, одан кейін кезеңде болды. Ал енді алдағы кезеңде қандай үміт бар деген кезде халықтың, Кисидің жасаған несінің өзі, зерттеуінің өзі көрсетіп отыр, ол жағынан төмендеу. Қазір нақты айта алмаймын, бірақ енді 50-ден төмен болуы мүмкін. Халықтың жартысы болашағына деген үміті жоғары емес. Сондықтан да бұның бәрі себебі неде деген сұрақтар бар. Мемлекет басқару әрине оңай емес. Ішкі түйткілдер бар, басқа да процестер бар. Бірақ енді
біз енді қарапайым адамдармыз ғой. Бізге елдің тыныштығы керек, бізге елдің тұрақтылығы да керек, бізге де. Бірақ дәл солай жасауға ешқашан олай жасауға болмайды. Өйткені біздің идеалдарымыз бар, біздің сеніміміз бар, жаңа айтып өткендей үмітіміз бар, болашағымызға деген, балаларымыздың болашағына деген. Сіз осы үмітті кімнен көресіз келесі президент ретінде? Қандай адам болу керек ол? Енді адам ретінде ешкімді айта алмаймын. Өйткені геосаяси бірақ өзіңіздің талаптарыңыз бар шығар? Геосаяси жағынан қатты қысылып қалдық. Талап сол Қазақстанға сайлаудың ашықтығын алып келсе, мына мейлі енді байлар қазір қалыптасып үлгерді ғой, бірақ сол байларды осы елдің дамуына қарай, осы ашықтыққа қарай бөлісіп, осы халықтың жағдайын жақсартуға қарай ұзақ мерзімді теңгерімді дами алатындай бір жағдайға алып келетін бір жүйе жасаса деген ой. Оны енді әрине қазір ешкіммен байлығымен бөлісе қоймас, бәрі енді алып кетті меншілерін. Бірақ халықтың жағдайы не болады? Халықтың жағдайы барған сайын мысалы қымбатшылық қысып бара жатыр, қымбаттап бара жатыр. Бұл неге алып келеді деген ой. Алдағы кезеңде мысалы мұнай қорлар жабылатын болса, алдағы айталық 2050-ге қарай делік, мысалы 20-25 жылдан кейін мысалы олар азаятын болса, сонда ары қарай мысалы халықтың жағдайы не болды? Оларды да ойлауымыз керек қой. Одан кейін ұрпақты да ойлауымыз керек қой, мысалы алдағы кезегіміз. Ұлттық қорды мысалы бүгін қазір жеп отырмыз. Алдымыз бұлыңғыр ма? Қалай болады? Біз қандай мемлекет боламыз деген үлкен уайым сұрақтар бар. Өйткені жаңа айтып өткендей Ресеймен арадағы байланысымыз біздің халықты негізі дүрліктіреді. Өйткені қанша жерден мысалы жоғарыдағылар бір-бірімен қол алысып, біз доспыз, тату тәттіміз, анау-мынау дегенмен, бәрібір де бір депутаттары біреулер шығып, жаңағыдай провокацияларға барып жатады. Ол депутаттар ол Ресейдің өз аудитория үшін айтылатын нәрсе емес па? Ол бізге айтыла ма? Ол бізге де айтылады, ол өздеріне де айтылады. Мәселе сол біздегі сол сенімділікті арттыру керек болып тұр ғой, сенім. Мен 90 ауыз сөздің толықтай түйіні сенім. Халық өз мемлекетіне, өз органдарына сену керек, өз әскеріне сену керек, өз мемлекетіне, өз президентіне сену керек. Ал сол сену үшін ол кейбір нәрселерді жасамау керек, мен айтқан, және кейбір нәрселерді жасау керек. Ол айтқан жаңа қайтадан айтып отырмын. Салыстырмалы түрде деп айтайықшы, абсолютті айта алмаймыз. Ашықтық, ақшалар қайда келіп жатыр, қайда кетіп жатыр, ұлттық кіріс қанша, оның мысалы қанша ол мысалы мемлекетке кетіп жатыр. Әділ сайлау, теңгерімдер жүйесі, тепе-теңдіктер жүйесі, одан кейін заңның жұмыс жасауы, заңның үстемдігі. Мысалы жақында ғана бір WhatsApp-тан бір нәрсе жіберді. Егер сен айталық мусорды тастап кетсең, саған бәленбаймын 19 000 штраф, былай істесең мынаншама штраф деген бір WhatsApp-тан келді мысалы да. Оны мысалы неге бұрын жасамадық? Егер мысалы 10 жыл бұрын, 20 жыл бұрын жасап қойған кезде халқымыз соған үйреніп, тәртіп болар еді ғой. Неге сондай элементар нәрсені әлі күнге дейін жасай алмай келедіміз? Бізде бәрін жинап келеміз де бір күнде бәрін шешіп тастауға тырысатын бір не бар. Жаман әдетіміз. Енді қысқаша айтқан кезде біз мемлекеттік бір структура ретінде, бәсекелестігіміз ретінде мына маңайымызда тұрған Ресей мен Қытайға төтеп бере алмай, олар алпауыт елдер. Сөйтіп мен ойлаймын, біз мемлекеттік жағынан әлсіз болып, көптеген позицияларымыз соларға берік қойып жатырмыз деп ойлаймын мен. Өйткені әртүрлі сала бойынша сіз сөйлесесіз, мысалы бар экономисттер олардың экономистермен сөйлеседі, органдар олардың органдарымен сөйлеседі. Сол кезде мысалы ұлттық мүддені сақтау, сол кезде паритет тепе-теңдікті сақтау, мысалы ол жағынан мысалы қаншалықты мысалы сақтап жатырмыз да. Мысалы біз тәуелсіздіктің өзін салыстырмалы түрде қарауымыз керек. Мысалы қаншалықты біз өзіміз тәуелсізбіз деп айта аламыз. Ол да мысалы үлкен сұрақ. Енді қазір Ресейдің тақырыбын тағы да жалғастыратын болсақ, мысалы біздің Назарбаевтың барып келген Путинмен кездесу, бейресми кездесу ғой, былай қарасаң. Сіз бұдан қандай месседж көрдіңіз? Мен айтып өткендей, ол реваншизмге мен сенбеймін. Әрине араларында кикілжің болды, билікке талас болды, басқа болды. Бірақ не мақсатта барды енді? Бірақ енді менің ойымша сол жаңағы өзінің кейбір сарапшылардың айтуынша сол жақта байлығы бар дейді, сол мәселемен, немесе жаңағы кейбір активтер мәселелермен, жеке шаруалармен, немесе мысалы Башар Асадты кеше қуған кезде ол сол Москваға барып паналады, сол сияқты енді диктаторлардың баратын жері сол Москва. Сондай деп. Назарбаевты біз қудалай қоймаспыз енді? Жоқ, әлде ол болуы мүмкін? Енді ақпаратта айтылып жатқандай, ол кісі ана жаққа қарай кетіп, қазір
реваншизм деп жатыр ғой енді ақпараттық салада болса да. Бірақ айтып өткендей, ол кісінің қолында да талай көздер бар, ол кісі де осал адам емес. Біз мына мемлекеттік жүйе деген кезде сондай бір сценарийлердің алдын ала болғанын мен өзім ойлаймын. Сондай сценарийлер болды. Алдын ала мынадай жағдай болған жағдайда осындай сценарийді іске асамыз деген жағдайлар болды. Және мемлекеттік ол аппарат, мемлекеттік осы жүйе, ол айтып өткендей ешбір шығынның өтуіне рұқсат бермейді. Ал енді осындай оқиғаларға сондықтан да енді сондай жағдай болып қалды. Бірақ енді өкінішке орай енді біз қайтадан енді қазіргіге оралатын болсақ, өте үлкен әсерлер болып жатыр. Соғыстың да, халықаралық жағдайдың да. Біз содан әлі шығамай айтқан сияқтымыз. Әсерлер қатты болып жатыр, қатты болады да. Менің ойымша, жаңа айтып өткендей, бір реваншизмді мен көріп тұрған жоқпын. Бір билікке талас енді болады деп мен ойламаймын. Өйткені бәрі келісулі, бәрі келісіледі. Кімнің болатыны, қалай болатыны. Назарбаевтың денсаулығы барлық құпия болу осының несі ма? Енді ол жағын енді нақты айта алмаймын. Бірақ енді жалпы ол қазіргі президентке де тиесілі ғой. Олардың жеке ақпараттары жабық болатын болады, олардың отбасына байланысты басқа да бір қорғау шаралары деп мен ойлаймын. Өйткені енді заман өте келе билік транзиті болады, басқа жағдай болады. Қысқаша айтқан кезде мен мынаны айтпақшымын. Қандай ауыртпалықты болса да, бірақ мемлекеттік аппарат ол әртүрлі сценарийлер болады кез келген жағдайға. Мына қазіргі болып жатқан өзгерістер жалпы белгілі сценарийлермен келе жатыр. Және үшінші президент те сол сценарийлердің біреуіне сәйкес таңдалады, өткізіледі, өтеді. Сондықтан да мен кездейсоқ ештеңе болады деп мен ойламаймын. Өйткені біз талас тартыс болатындай Қазақстанда бір болжамайтын жағдай болатындай бір керемет плюралист мемлекет емес біз ғой. Мына партияның адамы келіп қалуы мүмкін, ана тұлға келіп қалуы мүмкін, халықтан бір қолдау алып, керемет бедел көтеріліп дегендей. Барлық контрольда. Және болып жатқан осы соңғы жылдағы оқиғалардың барлық контрольда. Ұйымдастырылған, жасалған. Қолдан жасалған. Иә, солай. Енді бір үлкен тақырыпқа көшейікші. Жалпы соғыс тақырыбын кішкене сізден анықтай кетсем, Украинамен соғыс қалай аяқталуы мүмкін? Украинамен соғыс менің ойымша 2025 жылы аяқтала бастайды. Алдағы жылы, иә? Алдағы жылы. Енді Трамп келе салып жеңімпаз болады. Ол енді бұл мәселені шеше алмаған бір тұлға ретінде өз сөзін өзі кереғар, өз сөзіне өзі тұра алмайтын бір адам ретінде көрінгісі келмейді. Ол уәде берді, уәдесінде тұрады. Путин де келіссөзге мен дайын деп ойлаймын. Кеше де бір сигналдар берді. Осы Украинадағы алған 4 облысты бермеймін деп отыр. Сол 4 облыс соларда қалады. Украина үшін қауіпсіздік кепіл керек. Мына территориясында белгілі бір НАТОның әскерлері немесе белгілі бір қару жарақ беріледі. НАТОға кіре ме? НАТОға белгілі жылдарда кіреді, бірақ қазір емес, ол мұздатылады. Бірақ белгілі бір формада менің ойымша Украина бәрібір де батыстың қорғауында болады. Украина егер осы сызықпен аяқталатын болса, Ресейден құтылды деп құттықтай беруге болады. Өйткені енді батыс өзінің қауіпсіздік үшін осы Украинаны осы буфер аймақ ретінде қолданады және де бірте-бірте интеграциялайды. Енді егер бізде тағы да бір теориялар ғой, егер бір күн туа алатын болса, осы Украинадан сабақ алдық па бірінші сұрақ? Екінші, бізді қорғаса, кім бізді қорғай алады? Ердоған ба? Менің ойымша бізде мынандай жаңылыс бар. Украинамен біз шатастырады да негізі. Жаңа айтып өткенімдей бізді алып қойды. Енді территориясы жақын болғаннан кейін ғой. Иә, бізді алып қойды, бізден алатын неміз қалды өзі. Украина соғыс берді, соғыста төтеп берді. Енді Украина үшін жеңіс па негізі? Украина үшін мен үшін жеңіс деп ойлаймын мен. Украина үшін бұл жеңіс, ірі жеңіс, Ресейге төтеп берді. Неге өйткені Киевті бермеген үшін ғана ма? Жоқ, территориясының 81%-ін, 82%-ін алып қалды. 2 рет соғысты, екіншісінде Ресейдің мұрнын қанатты, бетін кері қайтарды. Тарихи оқиғаларды бетін бұрып жіберді Украина. Украина халқының жігері. Жігер болмағанда Америка қанша жерден көмек берсін, ол тоқтатылмас еді. Курск па? Екінші соғысы деп тұрғаныңыз? Жоқ, екі Украина соғысы, және Курскты да айтып отырмын, оның ішіне кіреді, Курск. Украина, Әзербайжан қалай Кавказдағы жағдайды өзгертсе, Украина геосаяси шындықты бұрып өзгерте алды, стратегиялық ықпалында сақтады.
Енді Украина осал мемлекет емес қой, КСР-ның екінші елі. Сондықтан да менің ойымша бұл процесстер бізге де жыл өткен сайын әсер етеді. Бұлай болғаны менің ойымша өте дұрыс болды. Қазақстан тұрғысынан халқына отарсызданды санамыз, Ресейге деген көзқарасымыз анық, нық қалыптасты. Орыс тілдердің өзі қазір қазақша үйренуге тырысуда, ұлттың ішінде бір ұйысу бар, этникалық мәселелер қазір маңызы артты, қазақ тілінің маңызы артты. Өйткені ертең айталық, Ресеймен соғыс болған жағдайда ресейліктер сіздің тіліңіз кім қарамайды, түріңіз қазақ болса, қазақпен келіп соғысады да, мысалы, айтқан кезде. Сондықтан да біз ондай енді фантастикалық бір мысал болып көрінуі мүмкін, бірақ қазір ештеңе мүмкін емес деп айта алмаймыз. Сұрағыңыз қандай еді, мен жаңа Ердоған шынында да екінші адам ба Путиннен кейін? Өзі сөйтіп айтып отыр ғой, мен Путиннен кейін екінші адаммын. Ердоған Путинге ұқсас бір тұлға. Ердоған таяу шығыстағы өзінің ойын жүргізіп отыр, геосаяси картаны өзгертті. Сириядағы жағдайда Путин Украинада батысқа қарсы соғыс ашып, айды аспаннан бірақ шығарса, осы Ердоған да кеше Сирияда үлкен жеңімпазға айналып, қазір таяу шығыстың тағдырын осы Түркия анықтайтын болады. Түркия үлкен сунни күшке айналып кетті. Сунни әлемінде үлкен бір күш. Ол бірте-бірте осы орталық Азияға да олардың бәрі әсер ететін болады. Түркі әлемімен, батыспен, және де осы араб әлемімен, және сонымен қатар шығыс Ресеймен, Қытаймен, басқа да елдермен байланыстарын күшейтеді. Түркия ақырындап сондай бір үлкен бір державаға айналып келе жатыр. Экономикалық жағынан әлсіз, әскери жағынан күшті. Қазір енді жұмсақ күшін қосатын болса, мына сунни әлеміне, мына идеология ретінде, бірақ саяси ислам емес. Саяси ислам қауіпті. Сирияда қандай мемлекет құрылады, ол таяу шығыс мұсылман әлеміне қалай әсер етеді, ол маңызды. Түркия күш жинап жатыр, экстремистермен, басқа да радикалдармен де қазір ойнап, қоян-қолтық араласып, қазір өзінің күшін күшейтіп жатыр. Және ол айналып келген кезде бізге жаман болады деп мен ойламаймын. Өйткені Түркияның күшеюі бізге де бір сеп болады. Басымызға күн түссе келе ме? Менің ойымша келмесе де, бірақ Путинге айғайлап бір жеріңді қыс деп айтуы мүмкін. Әрине, ондай айтуға күші жетпеуі мүмкін, бірақ жолын табады. Өйткені Түркия қазір санасатын күшке айналып кетті. Оның үстіне қазір Ресей әлсіреп отыр. Путин Ердоғанмен мен санасады деп мен ойлаймын. Енді айтып тұрмын ғой, таяу шығыстағы Сирияның жеңімпазы қазір осы Израиль мен Түркия болып кетті. Сіз Тұран одағын құруға қалай қарайсыз? Тұран одағына мен өте жақсы қараймын, бірақ ол Тұран деп аталмайды. Тұран ол мифология. Бірақ Тұранға ұқсас бір белгілі бір ықпалдастық, бір альянс, белгілі бір елдердің мүдделестігі болуы мүмкін. Оның күші қаншалықты болуы мүмкін деген нәрсе? Күші болашақта зор болады. Өйткені мұсылман аймағының халқының көбісі жас, және де сунни әлемі егер бірігетін болса, Сауд Арабиясы бар, Қатар бар, Түркия бар, басқа да мысалы Египетте мысалы өзгерістердің басы шығып жатыр, мысалы ол жақта да халықтың көтерілісі, қазіргі диктатор Әс-Сисиге қарсы мысалы әрекеттер болып жатыр. Егер Трамптың келуімен бірге Иранды қыспаққа алатын болса, осы сунни факторының рөлімен астын сызып ерекше айтар едім. Бұл бізге үлкен бір қауіпсіз жағынан да болашақта үлкен бір фактор болады деп ойлаймын. Әлемдік саясатта үлкен бір фактор болады деп мен ойлаймын. Енді қазір қайтадан біз өзіміздің ішкі немізге келейікші. Міне осындай тәуелсіздік құрылып жатыр. Біз мына жақпен саяси байланысымыз күшейтіп жатырмыз. Тұран әлемін құрдық дейік. Енді сіздің өзгеріс болатын кезде біз парламенттік республикаға келуіміз мүмкін бе? Біз бірте-бірте соған келе жатырмыз деп мен сенемін, бірақ енді қазір айту ертерек. Парламенттік республика несіне қауіпті? Ол үшін арнайы шарттар құрылу керек. Біз енді шығыс халықтары көбінесе мына бір жағынан өз-өзімен де қайшы келеді деп жазуы мүмкін. Бірақ осы кезге дейін енді тоталитарлық жүйеден шықтық, бізге күшті қол, қатты қол болғанда біз жұмыс істей бастаймыз деген сияқты. Басшы да мысалы бәрін жинап, давайте бізге көсем керек қамшымен шықпыртып жұмыс істеңдер дейтін болса ғана жұмыс істейтін халыққа айналып жатқан жай бар. Бірақ енді ол санасыздықтың белгісі негізі. Егер саналы болса халқың немесе ұжымың, әркімге айтсаң өзі істейді да, мысалы міндетті түрде жаңағыдай қатаң бір басшы болу қажет жоқ шығар. Сол сияқты қатаң авторитарлы жүйе ол көбінесе өспей қалған халықтар үшін қажет деп мен ойлаймын. Саналы, еркін. Біз енді идеалда еркін қазақ ұлтымыз ғой, еркін саяси қазақ ұлтымыз. Біз көбінесе мына этникалыққа кетіп қаламыз, бірақ шын мәнінде біз азаматтық ұлт болып бара жатырмыз. Кешегі мына Кейсидің да зерттеу, Демаскоптың да зерттеулері біздің Қазақстанда осы азаматтық ұлттың моделінің басым екенін білдіреді. Халықтың жартысы соны қолдайды. 30% ғана бұл қазақ деген мәселеде ғана қалып қалған. 50% негізі сол Қазақстандық көк паспорт сол төңіректе жүреді.
және де менің ойымша бізді біріктіретін сол мемлекеттілік, көк паспорт, Қазақстан деген мемлекеттің атауы, осы бізді біріктіреді. Ал енді сұрағыңыз қалай еді? Республикалық мемлекет боламыз ба? Біз парламенттік республикаға парламенттік республика келеміз деп мен ойлаймын. Түптің түбінде біз енді қазір аралас типтегі моделіміз, көптеген құзыреттіліктерді парламентке беру керек та. Бірақ бізде бәрібір президенттікі не басымырақ қой? Жоқ, басымырақ, бірақ біз, менің ойымша, сондай бір жүйеге келсек дұрыс болар еді. Бірақ оған қазір шарттар қалыптасқан жоқ. Мен сізге оны айтайын. Саяси шарттар, біз парламент республика болуымызға ондай шарттарымыз қазір жоқ. Ол үшін партия керек. Ол үшін партиялар керек, олар жүйенің ашықтығы азаматтық қоғам керек. Азаматтық қоғам даму. Бізде азаматтық қоғам дамымай жатыр деп айта алмаймын. Азаматтық қоғам бар, белсенді, Фейсбукте, басқа да жерлерде, мысалы, бірақ Фейсбуктегілерде тобыр дейді кейбіреулер. Жоқ, тобыр деген ол биліктің бәлкім ойлап тапқан бір несі, әдейі ярлық мойнына іліп қойып, міне надансың, міне әлі өскен жоқсың, әлі саяси жағын дайын емессің деп айту үшін сияқты. Енді халқымыз дайын емес десең, халықты ызаландырасыз. Иә. Халық дүрлігеді. Халық мен неге дайын емеспін деп ол басқаша айта бастайды. Сондықтан да менің ойымша енді халықты тәрбиелеу осы екен деп енді жекудің, ұрсудың ешқандай қажеті жоқ. Жаңағыдай әсіресе ұлттық құрылтайларда жаңағыдай насыбай туралы айтудың, сенің орның осы деп айтудың қажеті жоқ. Ол бірте-бірте, керісінше соған жұмыс жасамаймыз ба? Неге мысалы ауылдардағы халық, мысалы ауылдан қалаға көшкен халық, басқа да мысалы қалыптасып жатқан агломерация қалаларымыз, мысалы мәдениетке үйретуіміз керек та, біз саяси мәдениет деген. Теңділік. Мына қазіргі жастарда сол қалыптасып келе жатыр негізі. Қазіргі жастарда сол қалыптасып келе жатыр. Қазіргі жастар енді жаңа айттым ғой, енді көбінесе цифровизация заманына бейім, бірақ болашағы менің ойымша көздері ашық негізі. Өйткені демократияны да сынап тастайды, керек болса, автократияны да сынап тастайды. Қазіргі жастардың ойы қазір көздері ашық, барлығын салыстыра алады. Тек оларға мысалы жол көрсетуіміз керек та, болашақта мысалы сол демократия, цифровой демократия бола ма мысалы да, ашық жүйе. Соған қарай келе алатын болсақ, әркімнің құқығы сақталатын. Мысалы Қазақстанда әртүрлі ұлт бар, әртүрлі адамдар бар, орыс тілде сөйлейді, қазақ тілде сөйлейді, әртүрлі ұлттар, діндегі адамдар бар, осылардың барлығын негізі тең көруіміз керек та. Әрине, қазақы тілдің, қазақтардың орны енді орталық болу керек, бірақ ол деген сөз емес, бұлардың бәрін басып тастау керек деген, инклюзивті болу керек та, инклюзивті. Өйткені инклюзивтілік біздің қанымызда бар. Біз енді ұлт деген кезде біз көбінесе өзімізді этникалық түптөркімен шектейміз. Қазақ, өзгелер, қазақ, өзге ұлттар дейміз тіпті. Бірте-бірте біз ақырындап соны ара-жігін ажыратып, біз енді қазақстандық деген бірдей болып кететін сияқты көрінеді өзіме. Бірақ азаматтық ұлттық модель ол өте маңызды. Азаматтық ұлт, саяси ұлт болып келе жатырмыз біз. Өйткені қазақ деген сөз политоним, ол кезінде әртүрлі рулардың, ұлттардың ғой. Бірлестігі ғой, саяси бірлестігі. Сол сияқты біз енді соған ұқсас болмаса да, бірақ енді қазіргі ұлттардың модельдерін қарауымыз керек. Бірақ Түркия мен Израильдің моделіне сақ болуымыз керек. Өйткені Түркияда қазір қайттан не көтеріліп жатыр? Дискуссия көтеріліп жатыр. Түрк боламыз ба, түркі еліміз бе деп. Яғни түркиялықпыз ба, жоқ әлде түркпіз ба деген. Өйткені әртүрлі ұлттар қазір, мына әсіресе Сирия оқиғаларынан кейін оянып, қазір шығып жатыр да, мен түркі елімін деп, мен түркиялықпын негізі деп ше. Ассимиляцияға ұшырап кеткен түріктер ғой. Кезінде Ататүрік келгеннен кейін бұл Түркия республикасы, барлықтарың түрксіңдер, бәрің бірсіңдер. Түркияның отандастары, жаңағыдай азаматтардың барлығы түрк болады деп бәрін бір формаға салып жібергенде, ол енді қауіпті форма, біз ешкімді ассимиляцияға ұшырата алмаймыз. Оның үстіне қазақтар, біз басқаларды ассимиляцияға жақындай бермейміз. Ассимиляция жасай алмаймыз біз. Біз қоса алмаймыз. Басқа ұлттар ассимиляция жасау, өзбектерге кіріп кетеміз. 10 жыл тұрсаң өзбек болып кетесің. Бірақ біз ассимиляция жасай алмаймыз. Біздің тілімізде сөйлеуі мүмкін, орыстар, басқа ұлттар, бірақ қазақ болып кете алмайды бәрібір де. Қабылдамаймыз ба біз сонда? Қабылдамаймыз, және де біз енді сондай қатып қалған ұлтпыз ғой. Сондай межеде. Оның жақсы жағы бар, жаман жағы бар да енді. Жаман жағы кәдімгі басқаларды енді не қылмау керек. Басқаларды өзімізге тартуымыз керек. Өйткені мен сізге айтайын, кейбір орыс тілді мысалы жастар былай деп ойлайды. Қазақстанның 60% қазақтар, негізі 72% ғой. 60% қазақтар, солар өте ұлтшыл, бізді өздеріне қоспайды, нацист, сондай деп ойлайтын нелер бар, орыс тілділер бар. Соларға не бермеуіміз керек та? Болмайтын жерде мысалы кикілжің тудырмай, саяси мәселеге айналдырмай, оны құқықтық алаңда шешуіміз керек та. Азаматтық қоғам, құқық, заң, егер осыған бағынатын болсақ, бәрі өзінен өзі шешіледі. Мен сізге тиіспеймін, сіз маған тиіспейсіз. Әркімнің өзінің шекарасы бар, заңы бар мысалы. Егер мысалы соттар әділ жұмыс жасайтын болса, Бишімбаев сияқты, мысалы Шерзат сияқты шоу жасаудың қажеті жоқ, адамның трагедиясымен ойнап экранға шығарудың қажеті жоқ мысалы. Сіз ашық соттың өткенде қарсысыз ба?
ашық жасайды, бірақ ол Шоу емес мақсат не? дейсіз ғой. Мен шоу деп ойлаймын. Шоу деп ойлаймын. Онда халық үйренсін, халық міне көрсін, қандай жаман екен. Ол туралы кинода түсірді мысалы да. Бізде бір ниет мәселесі бар да. Мен түсінбейді, биліктің осы ниеті жақсару керек, біріншіден. Екіншіден, сенім ұялату керек. Сенім. Бәрі сенімге негізделеді. Мен егер сенбейтін болсам, ол маған сенбейтін болса, ол жерде жақсы ештеңе шықпайды. Мен сізге сенсем, сіз маған сенсеңіз, ортақ бір нүктеде консенсуста келісе алсақ, ол жерде ортадан бір нәрсе шығуы мүмкін. Мысалы, айталық, сіз билік болсаңыз, мен мысалы халық болсам, екеуміз қалай мысалы, мен сізді мысалы жағдай түсінбейді. Мысалы, былай ғой, мына жаққа Қаринді отырғызайық, мына жаққа мысалы Дархан Әбдікті отырғызайық. Екеуінің ортасынан бір консенсус шығу керек. Мысалы, енді мемлекетшіл азаматтар, олар енді мемлекеттің позициясын ұстанады, бірақ мемлекеттік позицияны ұстану осы екен деп, олар көбінесе мына екі стандарт, мынандай ақпаратты мыналарға басқаны айту, мыналарға басқаны айту, орыс тілділерге басқа ақпарат, қазақ тілділерге басқа ақпарат, немесе ақпаратты толық бермеу, немесе бір манипуляциялар жасау, ондайға кетпей, енді ақпаратты ашық айту, жағдайды ашық айтуымыз керек біз. Міне жағдай осындай, бюджет міне, мұншама ақша қалды, болашағымыз міне, жағдайымыз міне, Ресеймен мынандай жағдайда тұрмыз. Үйтіп айтса қорқытады ғой тағы да. Кім қорқытады? Қоғамды қорқытпай ма? Қорқытсын, қорықпасын, бірақ ақиқатты халық біледі сонда. Ұлтшылдың минусы мен плюсы қандай? Ұлтшылдың минусы сол, ұлтшыл дегенде ұлтшыл жоқ қой бізде. Ұлтшылдар болса үлкен бір партия, үлкен бір күшке айналып кетуші еді ғой. Ұлтшыл деп аталатын бір ұялып тағылатын бір топтар, популистер негізі. Олар кез келген жағдайда жаңағыдай билікті жамандай береді, немесе қазақ тілі мәселесін ғана көтереді, сонымен ғана шектеліп қалғанда, ой шектеулі халық. Біз енді одан өтуіміз керек қой. Біз енді жаңағыдай саяси мүдделер не болады, экономикалық мүдделер бар, басқа тақырыптарға кіруіміз керек қой. Аналитикаға, басқа салаларға, саясатты жіктеуіміз керек, қанша партия болу керек еді, әу баста Назарбаев не деді, конституциямызда не жазылды, біз қандай ел болуымыз керек, соның бәрін ақтаруымыз керек қой. Ашық түрде талқылау жүру керек та. Ал енді қазір гибрид саяси жүйеде олардың бәрі ашылмайды, олардың бәрі белгілі мағынада. Енді мен сізге тағы бір позицияны айтайын, мемлекетшілік позицияны. Олар былай дейді. Қараңыз. Сайлау жүріп жатыр ма? Жүріп жатыр. Президент сайланды ма? Сайланды. Жигули Дайрабай сайысқа түсті ма? Түсті. Кандидат бар ма? Бар. Бюджет, мемлекеттік бюджет бар ма? Жалақыңды алып жатсың ба? Алып жатсың. Жұмысың бар ма? Бар. Көшеде біреуді ұрып жатыр ма мысалы дәл қазір? Бәрі тәртіп мысалы. Басқа саған не керек дейді ғой. Не керек саған басқа? Бейбіт өмірде өмір сүріп жатсың. Магазин ресейлік тауарларға толып тұр. Ешкіммен соғысып жатқан жоқпыз. Мемлекеттің тұр. Балаларың өсіп жатыр. 20 миллион болдық, ертең 23-25 миллион боламыз. Олар саған не керек деген позиция. Бірақ бірдеңке жетіспейді. Бірақ бірдеңе жетіспейді деген өте маңызды сөз. Өйткені халықтың наразылығын шаққа тығып қоя алмайсыз ғой сіз. Өйткені халық деген бір тобыр емес. Егер халық тобыр деп ойлайтын болса, соның нәрсесін істей берсін. Қашанға дейін істей алатынын көрейік. Бірақ халық саналы бір қауымдастық. Ол да көреді, ол да сезеді. Оған ашық коммуникация болмаса, ашық мемлекет дейміз ғой, тыңдаушы мемлекет, естуші мемлекет, халқына құлақ асатын мемлекет. Онда бірінші мемлекеттік органдардан бастайық соны. Олар мысалы ашық түрде айтайық та мысалы. Ашық болмайынша ол өте қиын болады. Өйткені Ақорданың кулуарында басқа ақиқат, халықтың өзінің алдында басқа ақиқат. Мынау көбейіп жатыр. Ұлтшылдар, популистер ақырындап көбейіп жатыр. Мысалы қазақ тілділер көбейіп жатыр деп айтайық. Енді осыны олар бөлуге тырысады да, мысалы дін арқылы, араб құл, тәңіршіл, там анау, мынау ресейшіл, мынау там басқашыл, қытайшыл деп бөлуі мүмкін, немесе там басқа бір жолдарын табуы мүмкін да мысалы. Сондықтан да енді халықты біріктіре айтқан кезде оның ешқандай дүрліктіріп бөлудің қажеті жоқ деп мен ойлаймын. Енді оны көріп жатырмыз ғой оны. Мысалы мен қазір өзімнің сезіп біліп жатқан нәрсемді айтып жатырмын мысалы. Оны айтудан ешқандай қорқудың қажеті жоқ. Оны ашық мен мысалы өз ойымды айтып жатырмын. Демократиялық құқық осы конституцияны қолданып айтып жатырмын да мысалы. Енді құқықта солай жазылған ғой, заңда солай жазылған ғой. Оны неге қолданбаймыз мысалы? Сол сияқты мысалы кез келген осы ал енді Әбдіктің позициясына келейік. Әбдік өте күрделі нәрселер айтты. Сіз сұхбатты көрдіңіз ғой, иә? Сұхбатты көрдім. Қазақ тіліне байланысты былай деді. Қанша жерде сіз қазақ тілі мәселесін көтермегенмен, бірақ сіздің тіліңіз танымның тілі, ақпараттың тілі, аналитиканың тілі, медицинаның, технологияның тілі болмайынша сіздің тіліңіз қажетсіз болып қала береді дейді. Кей жағдайда ойлайсың осы біздің тіл жағдайымыз осы біз бір қалай айтсам екен сізге жартылай өлі тілдің тасушылары сияқтымыз кейде. Жартылай өлі тіл. Кезінде еврейлер ивритті тірілтті ғой. Өліп қалған тілді тірілтті, қазір модерн жаңа тілге айналып кетті. Сол сияқты біздің тілдік аямызды кеңейтетін болсақ, соңғы осы ютубтардың шыққаны соңғы 5-ақ жыл.
Оңға дейін не істеп жүрді мысалы да, неге кітап мәселелері, неге енді аудармалар бар әрине, аз болса да, бірақ кешенді түрде осы мәселемен неге айналыспадық та мысалы да. Мысалы жаңағы енді қазір министрліктер, саясат нұрбектер бәрі айналысып жатыр, жаңағыдай жасанды интеллектке қарай деген сияқты, аударма жүйелері деген сияқты. Бірақ оңға дейін мысалы әдебиет, мысалы кино, басқа да салаларда міндетті түрде мысалы неге мысалы айталық кинотеатрда мысалы қазақша бір фильм шыққан кезде, Моана шыққан кезде қазақша көретіндер 5-10% ақ мысалы, қалғандары орыс тілде мысалы да. Неге халықта осы нәрсе әлі отыр? Неге осымен біз күреспейміз? Неге осыны өзгертуге құлшынбаймыз? Неге қазақ тілін жартылай өлі емес шынайы тілге айналдырмаймыз? Неге білесіз бе? Өйткені қазақ тілде саяси өзгерістер, қазақ тілде экономикалық өзгерістер болмайынша біздің қазақ тіліміз резервациядағы шектеулі қағажу көрген бір тіл болып қала береді. Және де билікке ол тиімді. Билік не істейді оны өзгертіп мысалы. Ертең қазақ тілі мейнстрим тілге айналып кетіп, ода үлкен нәрселер айтыла бастаса, үлкен саяси мәселелер қозғала бастаса, үлкен философия қозғала бастаса, біздің әдебиетіміз, біздің анау бұрыннан келе жатқан тамырымыз, мысалы әдебиетіміз бар, құндылықтарымыз бар, осының бәрі мысалша СССР кезеңінде емес, басқаша гүлденіп, басқаша айтыла бастаса мысалы, ол мысалы тиімсіз болып қалуы мүмкін ғой. Мысалы, немесе айталық әлемнің мысалы саяси ойлары бізге қазақ тілінде айтыла бастасақ, мысалы, өз құқығымызды емін-еркін ашық түрде қолдай бастасақ, олардың риторикалары тарылып қалады ғой, олардың тілдері. Мысалы, олар екі қос тілді ғой. Мысалы, билікке қазір қос тілдік тиімді. Қараңыз, мен сізге айтайын. Тәуелсіздік алған жылдары қазақтардың саны 39% болды. Оның жартысы делік, жартысына жуық орыс тілді десек, орыстан үлгергендері. Ауыл бар, кейінгі мына шектеулі қазақтар жартысын құрады делік, жартысына көбісін деп айтайық. Жартысы орыс тілді, жартысы қазақ тілді болған. Ал енді қазіргі кезек не өзгерді? 20 миллион болдық, оның 14 миллионы қазақ дейік. Соның 7 миллионы орыс, 7 миллионы қазақ па? Менің ойымша орыс тілдің несі үлесі азайған жоқ. Ал енді осыны жасау кімге тиімді? Неге қазақ тілді үлесі азайған жоқ, неге қазақ тілді саяси таным тілі ретінде, қозғаушы драйвер күш ретінде неге жасауға қорқып отыр? Неге мысалы орыс тілді қорғау, қолдау ұйымына мысалы 300 миллионнан астам теңге жұмсадық, жарайды, ол геосаясат, көпшілікке бөлейік. Бірақ біз қазақ тілімізді неге функционалды, неге оны біз Түркияның тәжірибесін неге қолданбаймыз? Неге Әзербайжанның тәжірибесін қолданбаймыз? Әзербайжандар латын тіліне өтті, түріктің моделінде. Әзербайжанға барсаңыз, орыс тілін білмейді, бәрі Әзербайжан тілінде сөйлейді. Түркияға барсаңыз, ол баяғыда бір ғасыр бұрын өтіп кеткен мысалы. Сол сияқты Түркияның алфавитіне ұқсас қазақ тілінде мысалы латын өтпей-ақ қояйық, мейлі жарайды. Бірақ тілді функционалды тіл жасауға мысалы не кедергі да мысалы мемлекеттің тарапынан неге мысалы айталық, былай деп айтайын мен сізге. Енді 3-ші президент кәдімгі қазақ тілінде емін-еркін сөйлейтін, қазаққа рух есіп тұратын бір адам болса екен деп ойлаймын да мен. Вот сол кезде менің ойымша біздің қазақ тілдерінің бір тыныштық орнап, үміті артады да мысалы да. Ал енді дәл қазір мысалы тіпті 5 жылдың ішінде латынға да көше алмаймыз біз. 5 жылдың ішінде біз енді қазақ тілі мейнстрим тілге айналады деп мен мысалы өзім сеніңкіремеймін. Әрине біз енді әртүрлі сала бойынша бизнес саласында Алматы, басқа ірі қалаларда орыс тілі жүр әлі. Қазақ тілі ақырындап дендеп, жалынып, кеше қазақ кофеде болған оқиға, басқа да болды ғой оқиғалар. Қазақ тілін неге ас мәзір жоқ деген кезде олар барып, сендер кімсіңдер солай айтатындар деп айтып мысалы. Үлкен клише, үлкен стереотиптер бар қазақ тіліне қатысты. Әртүрлі ұлттар болған, совет үкіметінің саясаты болған, ол әлі келе жатыр. Қазақ тіліне қатысты жоғарыдан төменге қарау. Сендер кімсіңдер? Мен басыма шығатын деген сияқты. Менімен тең болатын сендер кімсіңдер деген сияқты қарым-қатынас қой негізі. Саяси мәселе емес, ол құқықтық мәселе. Сонда біз резервациядан шыққан индеистеріміз өз отанымыздан мысалы да сондай сұрақтар болады. Міне осы сұрақтарды неге шешпейміз? Осы сұрақтарда осындай ұлтаралық мәселені более-менее шешілді қазір. 72% қазақ болдық. Бірақ енді сол қазақтарды біріктіру, қазақ тілін біріктірмегенде не біріктіреді енді? Тіліміз шұбарланып қайта жүреміз ба? Мысалы. Тіл ол Ресейдің ықпалы тікелей. Кеше мектептерде ашып отқаны, тіл ұйымын құруы, Қазақстан расында да орыс тілді мемлекет деп айтуы, мысалы бетімізге шапалақ емес пе? Шапалақ. Мысалы неге оны неге өзгерте алмай отырмыз да? 30 жыл өтті, халықтың жартысы әлі орыс тілінде сайрайды. Неге? Неге деген сұрақ бар да? Оның үстіне ағылшыншаны оқытпаймыз одан да мысалы да. Сұрақтар көп.
Енді айтып өткендей, тәуелсіздігіміз әлі сақталып келе жатыр. Қосарланып келе жатыр. Мен неге гибрид деп отырмын? Өйткені біз дуалистік өмірде өмір сүріп жатырмыз. Қазақтардың өздері де екі ұдайы дуалист. Орыс тілді әлемге кіріп кетсеңіз, басқа әлем. Қазақ тілді әлемде басқа өзінің мұңы бар. Неге екеуін біріктірмейміз? Неге екеуінің ортасында каналдар жасамаймыз? Мысалы да, неге екеуі бір-бірін тең көрмейді деген сияқты ғой енді. Аналарда жоғары, мыналарда жоғары. Мысалы, ол енді неге алып келе жатыр да? Мысалы, ел енді жарайды, деколонизациямен Ресейдің мына Украинадағы соғысы халықты дүрліктіріп, шошытып, бір-біріне қарай итерді. Қаласа да, қаламаса да. Бірақ енді ары қарай енді интеграция керек. Осын сақтау керек қой дейсіз. Сақтамау керек, оны тереңдету керек. Оны жолдардың есіктерін бәрін ашуымыз керек. Өйткені қазақ тіліне, қазақ тілділерге қатысты бұлар индейстер сияқты, бұлар резервациядан келген адамдар деген бір көзқарас болуы мүмкін. Немесе бізде мысалы ана басқаларға, басқа ұлт деген сияқты, басқа субэтнос, басқа бір қауымдастық деген сияқты көзқарас болуы мүмкін да. Немесе кемсіту болуы мүмкін. Енді соңғы сұрақтарым бірі болсын, өйткені уақыт тығыз болып қапты, келіп қапты деген ғой уақыт. Айтыңызшы, жалпы неге біздің қоғамда саясатқа деген қызығушылығымыз өте жоғары? Мысалы, Американың алғашқы президенттерінің біреуі айтқан ғой, мысалы, мен саясатпен айналысып жүрмін, балам менің экономикамен айналысып жүрмін, немерем менің музыкамен айналысып жүрмін дейді. Ал біз экономикамен, музыкамен айналысып емес, біз әлі саясатпен айналысып келе жатырмыз. Неге? Біз саясатпен айналысып жатқан жоқпыз, мен келіспеймін. Өйткені саясатпен айналысу үшін сіз партияға мүше болуыңыз керек. Сіз саясат талқылаған айтып тұрған шығарсыз, күнде әлеуметтік желіде кез келген ішкі сыртқы мәселелер. Бәріміз саясаттан хабарымыз бар да, соған айтып жатқаным ғой. Өте белсенді болып кеттік. YouTube каналдар қатты дамыды соңғы 5 жылда. Қазақы YouTube каналдар. Бұл жақсы ма? Жақсы. Қоғамның сауатының артуына, плюрализм, әртүрлі пікірлер, әртүрлі авторлар, әртүрлі авторлық бағдарламалар шығып жатыр. Мен бұл шектелмейді деп ойлаймын. Енді онда сыбыстар бар, шектейді деген, бірақ енді шектелмейді деп ойлаймын. Енді әртүрлі саяси тұлғалар шығу керек. Батыл, қазақ тілінде батыл пікірлер айтылу керек. Менің ойымша Қазақстанды өзгертетін үлкен идеялар қазақ тілінде шығады әлі. Тек қана қазақ тілінде шығады. Енді орыс тілінде шығатын шығар, бірақ орыс тілі ол бәрібір де өзге мемлекеттің қосарланған бір моделі. Енді біз өзіміздің ішімізден шығаруымыз керек та. Популист емес, салмақты, теңгерімді, осындай жаңа бір жас буыннан шығады деп мен ойлаймын. Саясатпен айналысу үшін сіз енді айттым ғой, саясат көп айтады, бірақ саясат жасамаймыз. Саясат жасау үшін ашықтық керек, саяси плюрализм керек, бәсеке керек, теңгерімді жүйе керек. Мемлекеттік аппараттың ішінде теңгерімді бір-бірін тепе-тең жасайтын жүйе керек. Бізде енді қазір мемлекеттік жүйелердің өзі тұлғаға байланысты, кім кімге қарайды, кім кімге лоялды дегенге байланысты. Жалпы енді мемлекеттік аппарат ол бір кісіге бағынады ғой бізде, ылғи, әрдайым. Сондықтан да менің ойымша бір қозғалыс керек. Қазақстанға бұлай болуға болмайды. Бір қозғалыс керек. Халықтың ішінен болсын. Мейлі саяси болмай-ақ қойсын. Дайын емес шығар Ақорда, бірақ біз халық ретінде өз ішімізден не істей аламыз? Тек қана әлгі сынау, тек қана әлгі күйе жағу емес, басқа жағынан, креатив жағынан, ой алмасу жағынан біз қандай пікір айта аламыз? Елді қозғайтын, алға сүйрейтін, үміт беретін, біріктіретін нарративтерді күшейтуіміз керек та. Біз өкінішке орай соңғы кезде қатты бөлумен айналысып кеттік. Қоғам бөлініп бара жатыр. Бір-біріне қарсы, бір-бірін жеп, жұлжиын жағдайға жетеді. Өкінішке орай. Бірақ біз одан құтылуымыз керек, сақ болуымыз керек, мәдениетіміз, саяси мәдениетіміз көтеруіміз керек. Теңдік, әр адамның құқығы, осы құқықтық санаға келе алмай қойдық. Осыны біз дамытуымыз керек. Өлсек те, тірілсек те осы құқықтық сана. Бала-шағамыз қазір қалыптасып келе жатыр. Олар да өзінің құқықтарына қазір теңдік, олар да өсіп келе жатыр, мысалы. Ашықтыққа байланысты ғой енді. Сондықтан да біз енді авторитарлық практикалардан алыс болып, бірте-бірте өз ішімізде икемді, саяси плюрализмді және де ашық бәсекелестікті дамытуымыз керек деп ойлаймын. Сол кезде мықтылар өздігінен өздері көрінеді. Ашық бәсекеде лидерлер шығады, осы елді бастайтын. Біз ақырындап осы елдегі мәселелерді ашық талқылай бастаймыз. Енді бүкіл мәселелерді ашық талқылай алмаймыз біз әрине, бірақ көптеген мәселелерді ашық талқылауға болады. Неге олай деген сұрақтарды қою арқылы, неге былай болып жатыр, неге біз былай тәуелді болып бара жатырмыз деген сияқты қою арқылы біз оның бәрін тарқатып, ең құрғанда оны түсінетін боламыз да. Бізге қазір осындай ашықтық жетпей жатыр, халықты дүрліктірмеу керек, түсініксіз жағдайда қалдырмау керек, жауабын уақытында беру керек. Күрделі сұрақтарға болса да жауабымызды беруіміз керек. Енді тезисін айтатын болсақ, енді сұхбатымыздың соңы, тезисін айтатын болсақ, 2024 бітіп, 2024-тің кейбір элементтер 2025-ке келеді ғой. 2025-тен сіз қандай нені көріп тұрсыз?
Ресеймен Украинаға соғыс тоқтауы мүмкін? Тағы? Тоқтауы мүмкін. Мен өзім Ресейде жалпы Путиннің ақырындап рөлінің әлсіреуін күтемін. Өйткені соғыс біткеннен кейін оның рейтингі ақырындап төмендейді. Енді ол қаншалықты жеңімпаз болып табылады, өзіңіз ойлаңыз қазір жағдайда. Ол бар. Енді осылардың салқыны біздің Қазақстанға қалай болады, мысалы. Осы ойландырады. Және де біз мына түркі әлемі дейміз, орталық Азия дейміз, осы жобаларда біз қаншалықты шыншылмыз. Біз бетке айтуымыз керек, қаншалықты біз соған дайынбыз. Біз өзіміздің қағынан жеріп дейді ғой, исламымыздан, өзіміздің дінімізден, тілімізден, дәстүрлерімізден қайтып, кімнің құшағына қарай бара жатырмыз? Осы сұрақ. Бізді сақтап қалатын, ұлт ретінде сақтап қалатын ол жаңағы айтқан тіліміз, дініміз, ортақ тағдыр, бізді біріктіретін, біздің кісі ақысын жемейтін мінезіміз, адам құқығы бұл негізі. Сонымен қатар жаңағыдай ашықтық, теңдік, плюрализм, жалпы біздің халықты біріктіретін ол жаңа айтып өткендей ортақ тағдыр. Осы бір жерде бір ел болып ұйысып отыру, және де саяси мәдениетімізді көтеру. Алдағы жылда мен енді жақсылықтарды күтемін. Жаңағы Украинаға жағдай саябырситын болса, Трамптың келуімен бірге енді Түркияның күшеюімен бірге бізде бір жақсы бір процестер болады деп мен өз басым ойлаймын. Халық енді қазір көзі ашық, ешқандай бір катаклизм болады деп мен өзім ойламаймын. Құдай одан бетін арғысын. Егер мысалы мемлекеттің басшында адамдар, одан кейін мына халқымыз бәрі бір-біріне деген сенім артатын болса, сенім болатын болса қоғамда, бізді ешкім ала алмайды. Сондықтан да сол сенімімізге ие болайық, сол сенімді күшейтейік, біріктіретін, позитив беретін, үміт сыйлайтын нәрселер туралы көбірек айтуға тырысайық. Ал енді бөлетін, басқа да токсик мәселелерден алыс болғанымыз жөн деп мен ойлаймын. Сұхбатыңызға рахмет. Сіздерге алда рахмет. келе жатқан жаңа жылыңызбен. Жаңа жылдарыңыз. Жаңа жыл сізге көп табыстар әкелсін, өзгерістер әкелсін. Сіз айтып жатсыз, өзімнің жоспарларым бар еді, басқа деңгейге шығатын дейді. Сол жоспарларыңыз орындалсын деп тілеймін. Жақсы, рахмет. Жаңа жылдарыңызбен. Бізде болған спикер Жанат Момынқұлов.